көтере алмай, сөйтіп кешке жақын уже 15-ке, 14-ке түсе бастады. Мен кәмпит жей бастадым даже, сенсеңіздер. Жаңағыны көтере алмай түскенді. Кәмпит жесем де көтерілмейді ғой. Көтерілмей түсіп, содан ең таңертең уже 6, даже 5-те 5 тоқығанда жатып қалдым мен. Одан кішкене конфет, жаңа сахар рафинат жеп алам, кішкене 6-ға көтеріліп, сөйтіп мінекей. Одан кейін бір ай соны Застера мен каратенді іштім. Біткеннен кейін Витамарин А мен В іштім. Застера мен каратенді қалай іштіңіз сіз сонда? Таң ертең Застераны ашқарап 40 минут бұрын жылы қайнаған суға бір чайный ложканы құйып, араластырып соны іштім. Одан кейін 40 минут емес 1 сағатқа дейін тамақ ішпедім. И кешке жақын до еды. Тоже негізі бірге іштеген, мен бірге ішпедім. До еды тоже самая, жаңағы 200 грамм суға жылы солап бір чайный ложканы араластырып Каратенді? Ішіп алам, каратенді. И каратеннің маған көмектескенін, мен көзіме операция деген, қазір мен қарасаңыз болады, көзім полный ақбасы кеткен болатын, операция жасай алмай жүрген сақырымнан. Соны қазір мінекей, ақырын қарасаңыз болады, ағым жылжып мына шетіне келді. Төмендеп көрді. Қазір операцияға да барған жоқ көзіме, сақырым да жақсы, мінекей 4-5 айға кетіп баратыр, инсулин салмайым, и Витамарин ағын іштім, газированный ішпеймін, ағынан жемеймін, күріш жемеймін, картошка жемеймін, кешке жақын 1000 чат жүремін. Жүре алмай қалғам, қазір жүрудің әкесін таныстырып жатырмын. Жақсы. Және де мен тісім, мынаяқтағы тісім әлі операцияның орны бар. Жаңағы тісімді жұлғызған кезде гангрена сияқты деп 6 ай жазылмай қалған мен тісім. Қазіргі таңда сахарым түскеннен кейін уже мен алдыңғы тістерімді жұлғызып жатырмын шетінен. И шетінен жұлғызып тісімді жасатуға 2 тісімді жұлдым. Енді бір 10 күннен кейін тағы да 3-ші тісімді жұлады. Уже тіс жасауға да, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, 1000 да бір рахмет деймін. Бірінші Алла, екінші компанияны осы бізге